Жай бөлшектерді салыстырудың келесі жағдайын қарастырайық. Мысалы, 8-ден 5 және 4-тен 3 бөлшектері. Көріп тұрғандарымыздай бөлімдері әртүрлі. Мұндай бөлшектерді салыстыру үшін біздер бірдей бөлімге келтіруіміз керек. Ол үшін біздер ең кіші ортақ еселікті табамыз. Біздің жағдайымызда ол 8-ге тең. Олай болатын болса, бірінші бөлшекті 1-ге көбейтеміз, бөлімі 8. Екінші бөлшекті 2-ге көбейтеміз. Бөлшектің бөлімдері бірдей болды. Олай болатын болса, бөлімдері бірдей бөлшектерді біз салыстыруды білеміз. Бөлімдері бірдей болғандықтан олардың алымдарын салыстырамыз. 5 пен 6-ны салыстырамыз. Әрине 6 5-тен үлкен. Олай болатын болса, бізде 8-ден 6, 8-ден 5 бөлшегінен үлкен болады. Дәл осы сияқты 3-тен 2 және 9-дан 7 мысалын қарайық. 3-тен 2 және 9-дан 7. Көріп тұрғандарымыздай бөлімдері әртүрлі. Бөлімдері бірдей болу үшін біз ең кіші ортақ еселік табамыз. Ең кіші ортақ еселік 3 пен 9 үшін 9-ға тең. Олай болатын болса, бірінші бөлшекті 3-ге көбейтеміз, 9-дан 6 болады. Екінші бөлшекті 1-ге көбейтеміз, 9-дан 7 болады. 9-дан 7, 9-дан 6 бөлшегінен артық болады. Өйткені бөлімдері бірдей, алымдары 7 саны 6 санынан артық.